Бұл түсінікті ме, балалар? Ирабына қарайтын болсақ, бәдәл орнын басады деген сөз. Яғни алдындағы ли иләф дегендегі иләфтің орнын басып тұрғандықтан min ilafil әуәл дейді. Бірінші иләфтің орнын, бәдәл орнын басатын сөз мәжрур бил кәсра. Ва хуа мудаф. Өйткені артына есімдік қосылып тұр. Әл-ха артындағы хәміз дамир фи мәхәлі жарри мудаф илей. Біз бұған толық анықтама бермедік. Негізінде тек қана мынаны замир деп қарайды, ал мим көпшілікті білдіретін мим деп қарайды. Ондай кәдімгі қазіргі современный неде оны қысқартып әл-ха замир деп тікелей кетеді. Рихлатаның мәфул бихи болу себебін түсіндік па, қыздар? Неге мәфул бихи? Кімге нені бейбіт қылғандығы үшін деген мағынаны білдіргендіктен. Кімге нені сапарды деген үшін осындай біраз логикасы бар сөз. Сондықтан мәфул бихи лил мастар, иләф деген мастардың мәфул бихисі. Мәнсубун бил фәтха. Ва хуа мудаф деп толық айту керек, кей кезде айтпай кетіп еді. Ва хуа мудаф. Мудаф дегеніміз изафеттің бірінші мүшесі, артынан изафеттің екінші мүшесі келіп тұр. Әш-шита мудаф илей, ас-сайф харфу атыфтан sonra келіп, мa'туф бірыңғай мүше деген сөз. Яғни ол да изафеттің екінші мүшесі деген сөз. Аля-шитаға атыф етіліп тұр, мәжрур бил кәсра. Бұл аят түсінікті ме, қыздар? Яғни Құрайштың қыс және жаздағы сапарының бейбітшілігі үшін ғибадат жасасын деп аятты жалғастырып кеткен. Негізі бұндай тәпсірі де бар дедік. Мастар біраз біздің біраз логикамызға сәйкес келмейтін етістігі бар. Яғы бейбіт қылумен қатар үйреншікті қылу, үйрету деген үйреншікті бір нәрсеге үйрену деген мағынасы да бар бұл мастардың етістіктің дейікші. Онан кейін аят жалғасып кетеді. Енді мынау үшін дедік қой, яғни Құрайштың бейбітшілігі үшін. Яғни Құрайштың қысы жазы сапарының бейбітшілігі үшін не істесін? Олар ғибадат жасасын. Бұл жерде мынандай мағына бар деп қаралады екен. Мына жердегі фәміз тағы да шарттың жауабында келіп тұр. Шарттың негізгі сөйлемнің басында келіп тұр деп қаралады. Егер басқа нығметтер үшін ғибадат етпеген болсаңдар да, болса да олар деген мағынасы бар екен да бұл жерде. Онда мынаған, яғни Аллахтың үйінің иесіне ибадат болса олар, егер олар басқа нығметтерге деген осындай мағынаны енді тәпсіршілер берген ғой, негізі сондай бір шат мағынасы бар ол жерде, соның жауабы ретінде келіп тұр деп қаралады екен. Фәлиябуду. Енді фәлиябуду деген кезде өткенде де естеріңізде ме? Фасабби бихамди раббик дегенде шарттың жауабы бұйрық раймен басталса, онда оның басына фә қосылады дегенбіз. Бұл жерде де бір бұйрық рай бар, алайда бұл жердегі бұйрық райымыз үшінші жаққа бұйрық рай. Яғни қараңыздар, сөйлеміміз мынандай сөйлем баста. Яғбуду Құрайш. Басына ли келетін болса, етістіктің соңын жәзім жасайды. Бұл бұйрық райды білдіретін ли. Құрайш ғибадат жасасын деген. Алайда Құрайш сөзі алдыңғы аятта, ең бірінші аятта айтылып кеткендіктен орнын замирмен білдіреді. Онда етістікті жіктейді. Ли я'будун деген етістіктің басына ли келсе, нунды түсіріп тастайды. Өйткені бұл бес етістіктен бірі. Демек ки ләм деген қосымшамен қатар ли деген бұйрық райды білдіретін қосымшада етістіктің соңын жекеше түрде сукун жасайды, ал көпше түрде нунын түсіріп тастайды. Олай болса, олар ғибадат жасасын. Яғни мына лиябуд Құрайш деген сөз, ол лиябуду дегенді білдіріп тұр. Яғни лиябуду деген лиябуд Құрайш дегенді білдіріп тұр. Бұл жер түсінікті ме, қыздар? Қайталайым, негізінде абада деген етістігімізді алатын болсақ, абада. Осы шағы не еді бұның? Я буду. Бұйрық райшы. Оғбуд. Оғбуд еді, я? Оғбуд екінші жақтыңға бұйрық рай. Ал үшінші жаққа бұйрық райды басына ли қосып, үшінші жақтан жасаймыз. Қараңыздар. Ортадағы я будты алам. Я буд соңы сукындалды.
Көпше түр болатын болса, ябудун болатын болса, басына ли келген кезде қосылып жазылатын. Не ғой? Лиябуду, олар ғибадат жасасын. Құрайыштың бейбітшілігі, Құрайыштың қысы жазы болған сапарының бейбітшілігі үшін олар, яғни құрайыштықтар ғибадат етсін. Бұл түсінікті ме, қыздар? Түсінікті. Енді олар ғибадат жасасын дейміз. Сұрағымыз не? Кімге демейміз бе? Ғибадат жасасын десек, кімге дейміз. Сол кімге деген сұраққа бізде кімге деген бар септік, алайда арабшада ол мәфул бихи алатын етістік. Естеріңізде болса, біз Құрайш сүресінде, не де Кафирун сүресінде де бұны айтқан болатынбыз. Кімгесі? Лиябуду рабба, яғни Аллахқа ғибадат етсін, Рабқа ғибадат етсін. Алайда Раб сөзін изафет жасаған. Кімнің Раббысы, яда ненің Раббысы? Әл-бейти, үйдің Раббысына. Үйдің, яғни Кабаның Раббысына ғибадат жасасын. Бізде мынаны жанама толықтауыш дейміз грамматикада, өйткені тікелей толықтауыш емес. Кімді, нені деген сұраққа жауап бермейді. Ал арабшада ол кімге, неге дегендер толықтауыш ретінде келе береді. Сондықтан Раббәл бәйт, Раббаның неден фатхамен келгендігін түсіндіріп тұрмын. Бұл түсінікті ме, қыздар? Фәғилә мына вау, мәфғулі рабба, мудаф, бірінші мүше изафеттің. Алдында әл артиклі жоқ болса, әдетте бірден біле беріңіздер, ол изафет әдетте. Изафеттік мүше құрап болып тұр деген сөз. Артында я замир келеді, қосымша, яғни не де есімдік, немесе есім сөздің өзі келеді ілік септігінде. Үйдің Раббысына олар ғибадат етсін. Етіп жатыр дегенде ли қойғанда етсін болып кетті. Нунымыз түсіп қалды. Сондықтан Құранда соңында басы яй немесе тәмен басталып, алайда соңында нун түсіп қалса, демекке мынандай қосымшалардан бірі тұр дегенді білдіреді. Енді үй дедік, үйдің басына мынандай сілтеу есімдігін қоя алады арабта. Егер әл артиклі бар болатын болса. Иғрабына келетін болсақ, араб грамматикасы хәзаны мудаф илейх ретінде. Хәза изафеттің екінші мүшесінің орнында тұр. Оның орнын басатын бәдел ретінде әл-бәйти келіп тұр деп қарайды. Сондықтан кішкене грамматикада кей кезде біздің оқушылар шатасып жататын кездер кездеседі. Өйткені бізде бұл анықтауыш қой. Қай үйдің, мына үйдің, осы үйдің, мына үйдің деген бізде осы, мынау деген бізде анықтауыш ретінде келіп тұр ғой. Арабтар үйтіп қарамайды. Арабтар былай қарайды, қыздар. Мынаның Раббысына олар ғибадат етсін. Мынаның дегендегі мақсатымыз мына үйдің, яғни деген логикамен қарағандықтан мудаф илейх ол хәза, ал мынау оның бәдәлі, оның орнын басып тұрған сөз. Орнын басып тұрған сөз деген сөз, мынаның Раббысына деп алдында тұрған Кәбаны көрсетіп айтқан болса, мынаны алып тастасаңыздар, мына деген сөздің орнында әл-бәйт тұр дегенді білдіреді. Бәдәл дегеніміз сол, орнын басатын сөз. Осы үйдің, яғни Кәбаның Раббысына ғибадат жасасын. Сондықтан иғрабына келгенде әл-фасиха деп аталады екен, әсіресе шарттың түсіп қалған шарттың жауабы ретінде тұр деп қарағандықтан. Өйткені ол дейді, уақағат келіп тұр, фи жауабы шарт. Шарттың жауабының ретінде, жауабының басында келіп тұр дейді. Қандай шарт? Мұқаддар, ол жерде бар деп саналатын. Яғни, әй дегеніміз, яғни, ин ләм яғбуду, егер де сендер ғибадат етпеген болсаңдар да басқа нигметтер үшін де мына нигмет үшін ғибадат жасаңдар деген мақсатта деп солай түсініктеме берген. Фәлиябуду, олай болса, жаңағы бейбітшілік үшін, бейбіт сапар үшін олар оған ғибадат жасасын, Аллаға. Не үшін? Олар үшін, бейбіт қылғандық үшін деп былай түсініктемені ұзақ беріп жатады, көріп отырғандарыңыздай. Ләмул әмір, көрттүстер, ләміміз ләмул әмір. Бұйрықтай. Яғбуду фиал мудари. Алайда мәрфу деп айтпаймыз, мәджзум дейміз. Неліктен? Өйткені ли деген қосымша жәзім қосымшаларынан болып саналады. Етістің соңын кесетін қосымшалардан. Қалай жазым болып тұр? Хазфин нунның түсуімен. Өйткені ол бес етістен бірі болғандықтан, нуны түсе отырып, біз мәрфу дегенде нуны сақтала отырып десек, бұл жерде нуны түсе отырып жәзім етіліп тұр дейді.
Вауына да иғрап жасайды. Мына жердегі вауымыз жай уа емес, ол бастауышты білдіріп тұр. Дамир, есімдік, фи махалли орнында, рәфа атау септігінің фаил бастауыштың орнында тұр. Рабба мафул бихи منصوب بالفتحة وهو مضاف бірінші мүше. هذا اسم إشارة ненің орнында тұр? Фи махалли жарри мудаф илейх. Яғни музафиеттің екінші мүшесінің ілік септігінің орнында тұрған сілтеу есімдігі деп анықтама береді. Әлбәйти бәдәл. Кейбір ғирап кітаптары сыфат деп те айтады. Мен исмил ишараның орнын басатын сөз. Мәжрур бил кәсра. және де жүмләт яъбуду дегенде бағана шарт бар деп санағандықтан фи махалли жазымның орнында тұр. Жауабы шарттың бар деп саналған жауабы шарттың мәжзум махалында тұр деп қарайды. Әрине мұндай иғрап біраз араб еліне барып оқитын болып жатсаңыз керекті, алайда біз үшін маңызды нәрсе аятта етістік не үшін жіктеліп келіп тұр, қыздар? Неге жіктеліп келді бұл? Неге жіктелген күйде келді? Вау кімді білдіріп тұр? Етістікті ма? Жоқ, вау кімді білдіріп тұр? Көпше тұрды ғой. А? Көпше тұрды емес пе? Иә, көпшеті. Сол көпшеті кімді меңзеп тұр? Құрайш. Құрайшты. Неге нуны түсті? Лидан Лиге байланысты. Иә. Рабба фәтхамен келді неліктен? Өйткені ол арабшада тікелей топтауыш, бізде кімге деген сұраққа жауап беретін жанама тауыптауыш. Яғни біз бұл жерде барып ли деп айтпаймыз да. Тікелей рабба. Раббал бәйті, мына үйдің раббысына олай болатын болса, олар ғибадаттарын жасасын. Мына жерлерді жеке-жеке түсіндірдім, келесі аятқа байланыстыру үшін. نستعيذ بالله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف деп аят жалғасады. Соңғы аятымыз бұл. Әлләзи әдетте тікелейде келген сияқты белгілі бір сөзге анықтауыш ретінде келеді деген болатынбыз. Ол сөзіміз мына раб деген сөз. Раб деген сөз белгілі, әл жоқ болса да, неліктен артында тұрған мудаф илейх белгілі сөз болса, онда ар-раб та белгілі болып саналады. Негізінде ар-раббул-лази деп жалғастырсақ болатын біздің өзіміздің тілде. Немесе раббал бәйтил-лази деп жалғастырсаңыздар болатын еді. Раб сөзі тағы да белгілі, өйткені әл-бәйт белгілі. Араға хәза кірсе тағы да белгілі болғандықтан, то есть бұл тіркесте раб сөзі әл алмаса да белгілі. Неліктен хәза белгілі. Мынандай тіркес келсе де тағы да раб белгілі. Неге? Әл-артиклі бар. Мынада тікелей өзінде бар. Сонда біз белгілі сөзден кейін келіп әлләзи анықтауыш болады деген кезде мына әлләзиміз қазір анықтауыш болады. Бұл түсінікті ме, қыздар? Қай сөздің? Раб сөздің. Үйдің емес. Тамақтандыратын үй емес, Алла. Сондықтан раб сөзінің анықтауышы. Кей кезде оқушылар бізді анықтаушыны шатастырып жатады. Арабшада мынандай ереже бар. Изафеттің бірінші мүшесінің анықтауышы дейді. Екінші мүшенің бүкіл анықтауышы бәрі біткеннен кейін келеді дейді. Сондай бір ережесі де бар. Қайталайым. Изафеттің бірінші мүшесінің анықтауышы екінші мүшеден кейін келеді. Арабшада сондай ереже де бар. Бұл түсінікті ме? Яғни ар-раббул-лази, ар-раббал-лази, ар-раббал-бәйтил-лази, рабба хәзәл-бәйтил-лази. Яғни мына үйдің, алайда мынау қай үй? Арғай тағы да жалғасып жатыр. Әлләзи ат'ама, яғни қай раббтың, қай Аллахтың үйі десеңіздер, сіздерді аштықтан тойдырған мына үйдің раббысына, сіздерді қауіптен аман қылған мына үйдің раббысына сыйыныңыздар.